Түлкі, тасбақа және кене ертегісі. Ертеде түлкі, тасбақа және кене деген үш дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алады. Үшеуі ақылдасып, тарыны егіп көбейтіп, сосын тең бөліп алайық деп шешеді. Тасбақа жер қазып дәнді егеді. Кене көмектеседі. Ал түлкі болса, жақын жердегі жарды сүйіп тұрған болып, жұмыс істемей жатады. Уақыт өтеді, тары көп болып өседі. Егінді көрген түлкі, бұлай бөліскенше жарысайық. Кім бірінші жетсе, егін соған, дейді. 1, 2, 3 дегенде түлкі зымырап жөнеледі. Бірақ кене түлкінің құйрығына жабысып алған еді. Түлкі мәреге бірінші жеткен кезде, кене, әй, мені басып кетпе, дейді. Түлкі таң қалады. Ал екеуі дауласып тұрғанда тасбақа ентігіп жетеді. Тасбақа, түлкі сені аңшылар іздеп келе жатыр деп айтады. Түлкі қорқып, мені айта көрмеңдер, тарыны екеуің бөліп алыңдар деп қашып кетеді. Сөйтіп еңбек еткен тасбақа мен кене тарыны өзара тең бөлісіп қуаныпты.